Ешкімге ұқсамайтын бір ағамыз бар. Ол партизан Қасым Қайсенов. Қанды қырғыннан аман-есен оралғанда да кісілігін жоғалтпай, мұз боп қатып, су боп қайнап, әбден шынығып оралған нағыз қайсар, нағыз батыр. Көзін берсе де өзін бермеген. Тәнін жарақаттандырса да жанын жарақаттандырмаған. Бауыржан Момышұлы тәрізді әдеби көркем тұлғаға айналғалы тұрған азамат. Бірақ өкінішке орай өзі туралы өзінен басқа ешкім елеулі дүние жазбай кезегін күтіп қартайған тірі кейіпкер. Ұшса биікке самғап, құласа биіктен құлайтын жан. Биіктен демекші, Қасым ағамыз бірде газегімен ағызып келе жатып 14 метр биік жарғабақтан ұшып кетеді. Әйтеуір Құдай сақтап тірі қалады. Тұла бойында таңылмаған сау жері жоқ замандасының көңілін сұрай барған Сырбай Мәуленов: «Я, Қасеке, қанша метр биіктіктен құладыңыз?» дейді күліп. Елдің айтуына қарағанда 14 метр тәрізді. Әрине дейді сырағаң. Сізге енді Қасым Қайсенов басыңызбен одан төменнен құлаған тіпті ят қой. Қасекең өзіне ғана тән емен жарқын партизан күлкісімен күлейін десе күле алмайды. Тұла бойын темірмен құрсап тастаған, сірестіріп жібермейді. Оның үстіне сынған сүйектері қақсап күлдірмей әбден қорланады. Кейінірек біраз уақыт өткен соң Сырбай Мәуленовті қағынған бір мотоцикл қағып кетеді. Ақын ауруханаға түседі. Енді Қасым Қайсенов оның көңілін сұрай барады. «Я, сыраға, бол не жатыс? Не боп қалды?» дейді Қасекең. «Өй, бір қағынға мотоцикл қағып кетіп» дейді сырағаң. «Тәйт, айтпа ондай сөзді. Мотоцикл нес? Бұныңды менен басқа біреу естіп қойып жүрмесін. Ят емес пе? Қазақтың дырдай ақынын орыстың жордай мотоциклі ұрып жығыпты» деген. Бұдан бұлай қарай әлгі мотоциклді КамАЗбен айырбастабайды дейді Қасым ағамыз өзінен өзі мәз болып. Бір күні маған Шерияздан Елеукенов мынандай бір әңгіме айтты. Баспасөз комитетін басқарып жүрген кезім. Өкімет бізге бір уазик берді. Сол уазикке құда түспеген баспа жоқ. Бәрі де өтініш әкеп тастады. Соның бірі Қасекең өз баспасының атынан өлердегі сөзін айтып хат жазыпты. Ол өзі қай жағынан да маған аға болады. Қасекеңнің ойы қайткенде де сол машинаны алу. Менің ойым қайткенде де бермеу. Дәлірек айтсам, дұрыс шешімін табу. Қасекеңе берсем, басқалар ренжейді, туысқанын тапты дейді. Басқалардың біреуіне берсем, Қасекең ренжейді, туысқандық сезімнен жұрдай деп боқтайды. Сөйтіп, тұйыққа тіреліп сасып жүргенімде бір банкетте Қасекеңмен қатар отырып қалдым. Ағамыздың қалай шетінін білем. Сөйте тұра, «Қасеке» дедім оған. «Мен сізге осы банкет біткенше өз қолымнан құямда отырам. Рюмкаға емес әрине, бокалға. Соның бәрін тамшысын қалдырмай тауысып отырыңыз. Машина сіздікі болады. Солай ақ болсын» дейді Қасекең. Келісім солай болған соң, кәдімгі жуан қарын бокалға аузы мұрнынан келтіріп коньяк құйдым да отырдым. Ол тамшы қалдырмай ішті де отырды. Біраздан кейін өзім қорқа бастадым. Ойымнан от шығып, Қасекеңді өлтіріп алсам, масқараның көкесі сонда болар деп, райымнан қайтайын, қояйын мына құйысты деп түйдім. Бірақ Қасекеңнің тоқтар түрі жоқ. Мен қайтқанмен ол қайтпады. Банкеттің аяғына шейін ішті. Қорқатын кісіні тапқан екесің. Армияның коньягі Украинаның горелкасымен салыстырғанда ішімдік пе тәйірі. Ертең 9-да барам. Машина дайын тұрсын дейді. Сөздің аты сөз, серттің аты серт. Орындауға тура келді. Бірде Қасекең сырқаттанып ауруханаға түсті. Біздер көңілін сұрауға бардық. Барсақ, жатқан жері ауруханаға ұқсамайды. Оңаша бөлме, телевизор, тоңазытқыш бәрі де бар. Комфорт. Біз келді деп Қасекең дастархан жайды. Тоңазытқыштың ішінде не болса, соның бәрі сыртқа шықты. Қазық арта, қарауылдырық, арақ шарап, коньяк. Амал жоқ, ырымдауға тура келді. Қасекеңнің өзі де қосыла ішті. «Қасеке, осы сіз қай жерім ауырады дедіңіз?» «Асқазан ғой баяғы». «Ойбай-ау Қасеке, мына ішіп жеп отырғаныңыздың бәрі ауру асқазанның жауы ғой.
Ол анау дәрігерлердің шаруасы. Менің шаруам ішіп жеу. Мен бірдеңе түсінсем, Қасекең тегін қазақ емес. Жаратқаны ғана емес, жебеушісі де мықты. Содан да шығар оққа қары бар. Өзі айтады, бірде Талдықорғанда қарт ойнап отырдық. 2 күн болды қарт ойнап, ішіп жеуден аузымыз босаған жоқ. Ұйқы жайына қалған. Ойын үстінде бір азамат менің намысыма тиді. Картасында, қаржысында лақтырып үйден атып шықтым. Түн ортасы ауып бара жатқан шақ, оған қарамай, Алматы қайдасың деп тартып кеп кеттім. Осылай істегенімді білем, одан кейінгісі есте жоқ. Бір мезгілде оянып көзімді ашсам, таң атып қалыпты. 2 қолым рульде. Алматыға өз үйімнің алдына келіп, аман есен тоқтаппын. Қашан келдім, қалай келдім, түк білмеймін. Бізде кім көп, тірі классик көп. Бір ғажабы, оларды халық классик санап жүрген жоқ, өздерін өздері классик санайды. Сондай өзін өзі классик санайтын есерінілерінің бірі жұмыс орнында отырған Қасекеңе келіп, жоқ жерде тиіседі. Неғып отырасың соқырайып? Сен өзі қайдан шыққан жазушысың? Өз орныңды біл. Сенің орның шаруашылық. Біздің кітаптарымызды кезінде кешіктірмей шығару. Ал менің кітабым шықпай жатыр. Солай жолдас, сонымен шұғылдан дейді. Қасекең орнынан тұрады. Жартылай ашық қалған есікті жымдастырып жауып кілттейді. Кілтті қалтасына салады. Үстел үстінде көптен бері пайдаланылмаған зілдей пресс папиені қолына алады. Сол қолымен өпірім інісінің кеңірдегіне жармасады. Мен саған қашан жазушымын деп кеудемді қақтым. Қашан? Мен жазушы емеспін. Көргенім білгенін жазатын куәгермін. Партизанмын. Түсіндің бе? Партизанмын. Оған дәлел мына мәрмәр папие. Бір ұрғанда миыңды ортасына түсіреді. Қасеке дейді зәресі ұшып, көз алақтаған әлгі адуын інісі. Иә, партизансыз. Дау жоқ партизансыз. Оны дәлелдеп керегі жоқ. Партизансыз. Партизан жазушысыз. Осы кезде жандынысының бақытына телефон шылдыр ете қалады. Қасекең кеңірдекте тұрған темірдей қолын босатып, телефон трубкасын алады. Бұтына жіберіп қойған батыр інісін босатып, бөлмеден бірге шығады. Міне, осындай қайсар, ештеңеден тайынбайтын нағыз адамның жылағанын көрдім.